кез келген адам тақуа болғысы келеді. Сөйтіп тақуалықты кейбіреулер таспихты қола жүргенін деп ойлайды. Кейбіреулер жайнамаздың үстінде тұрғанын деп ойлайды тақуалық деп. Әрине, бұл тақуалықта пайда беретін нәпіл амалдар. Бірақ тақуалықта сені Алланың алдына аршқа дейін жеткізетін бұл сені харамнан сақтанғаны. Ғұламалар айтқан, Алладан қорқып бір харамнан тыйылу 1000 ракаат нәпіл намаздан артық. Бұны ғұламалар айтқан. Имам Ахмад рахматуллахи алейхи айтқан, кезінде ол кісінің өзі көп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден кеткен көп болған жоқ, бір ары кетсе 100-150. Сол кісі айтып жатыр, кезінде адамдар мустахаб пен макрух жайында мәселе сұрайтын еді. Қазір адамдар халал мен харамды сұрайды. Біз қазір енді қандай дәрежеге жеттік? Қазір біз болса халал мен харамды да сұрамайтын дәрежеге жеттік. Ол имам Ахмад рахматуллахи заманда адамдар халал мен харамды сұрап қалған. Қазір біз болса халал мен харамды сұрамайды адамдар. Бұл иманның өте бір әлсірегендігінің белгісі. Біз 10 жерде мұсылманбыз деп көкірек қағайық, бірақ Алла тағаладан қорқу болмаса, харамнан сақтану болмаса, онда біз ең төмен жеріне жеткен болып есептелеміз. Харамнан сақтану ол исламдағы фарыз. Ол жақсы бір амал, мустахаб, ондай емес, бұл фарыз. Сабырлықтың білеміз 3 түрі бар. Біріншісі, Алла тағаланың бұйрықтарына сабыр ету. Намаз оқы деді, сол намазға деген сабырлық көрсетіп, Алланың алдында ғибадатымызды атқару. Ораза ұста деді Рамазанда, Алланың алдында сабыр етіп, нәпсіміз қалап тұрса да тамақ жеуді өзімізді тыйып, оразамызды ұстау. Екінші сабырлық харамнан тыйылуға болған сабырлық. Харамға қарай адамның нәпсісі тартып тұрады әлбетте. Адамды екі нәрсе азғырады. Шайтаны азғырады, оның нәпсісі азғырады. Бірақ сол екеуіне де берілместен харамнан тыйылу бұл да сабырлық. Үшіншісі біз білеміз, ашуланған кездегі адамның өзін ұстай білу сабырлығы. Және де сахих хадисте келгендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ала инна ликулли маликин хима, ва инна хималлахи махаримуху." Ау кама қала алейхи салату вассалам. Жақсылап көңіл бұрыңдар. Әрбір патшаның өзінің шегі болады. Қоршап қоятын өзінің шегі болады. Алланың шектері ол Алланы харам еткендері. Алла тағаланы харам еткен нәрсесіне жақындайтын болсаң, шектен шыққан бол есептелесің сен. Алла тағаланы біз білеміз Құран кәрімде көп деген жерде «Ваттақулла, ваттақулла, ваттақулла» көп деген жерде айтылады. Алладан қорқыңдар, Алладан қорқыңдар, Алладан қорқыңдар. Біз түнімен намаз оқиық, күнімен зікір қылайық, күнімен Құран оқиық. Бірақ бос уақытымызда харамға араласатын болсақ, онда біздікі тақуалық емес. Бұл тақуалық емес. Тақуалықтың ең бірінші сатысы бұл харамдардан сақтану. Харамды сақтанудың пайдасы не? Харамды сақтанудың пайдасы, ең бірінші пайдасы Алланың ризалығы. Одан басқа мұсылманға не керек? Алланың ризалығы осындай бір Алла тағала бас июде жатыр. Шайтан сондай адам баласын алдайды, бір харам келіп қалған кезде шахуаты көтеріліп, сол нәрсені қылғысы келіп, қызығып тұрған кезде, бұны бір рет істей салсаң ештеңе етпейді деген ой салады. Құранда Алла тағала айтты: "Фаман яъмал мисқала зарратин хайран яра, ва ман яъмал мисқала зарратин шарран яра." Парақорлықпен ұсталғандардың шеттерінен біз қамайық. Пара бергенде де, пара алғанды да біз қамай берейік. Онымен қоғам оңалып кетпейді. Егер де тақуа, Алладан қорыққан, харамнан сақтануға болған, Алла тағаланың алдында қорқынышы бар адам болатын болса, оны соттаудың керегі жоқ. Оған камера қоюдың да керегі жоқ. Оны көріп тұрған, 24 сағат бойы көріп тұрған Раббысы бар. Ол жұмыста емес, үйінде жүріп те Алладан қорқатын болады. Төсегінде жатып та Алладан қорқатын болады. Сол харамдардың ішінде өте жаман бір харамдардың тағы бірі. Харамдардың ішінде тағы да бір жаман харам
ең жаман харам. Бұл өзінің қылып жатқан харам ісіне шариғатты былай бұрып алып келуі. Бұл ең жаман харам. Егер бір мұсылман, ғұламалар айтады, бір мұсылман бір харам істі жасап жатса, харам екенін білсе, оған үміт бар. Иншалла, тәубе етер бір күні. Егер бір адам харамды істеп жатып, соны өзіне дін қылып алатын болса, онда ол адамға бізде үміт жоқ. Илля машалла. Алла өзі бір тәубені нәсіп етпесе, біз ол адамға үміт қыла алмаймыз. Біз оған түсіндіріп бере алмаймыз. Ол сол харамды өзіне дін қылып алған. Егер бір адам арағын ішіп жатса, бірақ біліп жатса бұл харам екендігін, бұл жаман екендігін біліп жатса, иншалла ол адамға үміт бар. Егер бір адам арағын ішіп жатып айтса, Құранда тамақ жөнінде айтпапты ғой деген сондай бір сөздерді естисің кейбір кезде. Тамақ айтылмаған ғой Құранда. Одан кейбіреулер айтып жатады, бидайдың және жүзімнің жасалған арақ харам деген, бұл біздікі ондай емес қой деген сондай бір нәрселер айтып жатқан болады. Ол адамға енді соны ол өзіне халал деп санап алған болса, ең жаман харам. Кейбір кезде осындай бір әңгімелер айтылған кезде адамдар айтып жатады, дінді неге ауырлатасың? Жеңіл айтпайсың ба? Бұл адамның сөзінің мағынасы былайша, харам деген нәрсе болмасын, бәрі күшті болып кете берсін. Бұлай істесең де сауап, бұлай істесең де сауап, бәрі керемет болып кете берсін. Харам деген бұндай жаман ауыр сөздер айтпай-ақ қойсайшы деген сөзге алып барады. Оның артынан хадис алып келеді. Пайғамбар айтқан ғой, жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар деп. Сол кезде сондай адамдарға айтқым келеді, бауырым, бұл пайғамбарымыз харамды халал қылып беріңдер адамға деген сөз емес бұл. Алланың тыйым салғанын сендер адамдарға жеңілдетіп рұқсат беріп қойыңдар деген сөз емес бұл. Кімнің құқығы бар шариғат өзгертуге? Пайғамбардың құқығы болмаған шариғат өзгертуге. Молданың қандай құқығы бар шариғат өзгертуге? Сондықтан ол жерде жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар деген ол адамдарға харамды халал қылып беріңдер деген сөз емес ол. Жеңіл сөзбен жеткізу, әлде болмаса ауыр сөзбен жеткізу. Сондай мәселеге қатысты. Бірақ діндегі бұйрық ол өз орнында қалады. Алланың айтқан сөзі өз орнында қалады. Пайғамбардың айтқан сөзі өз орнында қалады. Құран кәрімде ең соңғы түскен аят. Одан кейін аят түскен жоқ. Бұл аят Аузу биллахи минеш шайтанир раджим ваттақу яума туржауна фихи илаллах. Аллаға қайтатын күннен қорқыңдар. Осы аят ең соңғы түсті. Осы аяттан кейін басқа аят түскен жоқ. Бұлайша айтқанда Құранның жиынтығы осы. Алламен кездесетін, қауышатын күннен қорқыңдар. Кез келген намаз оқып жүрген адамдар тақуа болғысы келеді, әулие болғысы келеді. Кейбіреулер одан да асып, өзі әулиемін деп санап кетіп жатады. Өзін тақуамын деп санап кетіп жатады. Бірақ ол адамның өмірінде харам араласып жатқан болса, ол адам әулие емес, дұғасы аспанға көтеріліп жатқан жоқ оның. Дұғасы. Адам әулие болу үшін, тақуа болу үшін ол бірінші харамнан сақтану керек. Имам Мұхаммад рахматуллахи, Абу Ханифа рахматуллахи шәкірті. Сол кісіге адамдар келіп айтты, сіз өте көп кітаптар жаздыңыз, өте үлкен ғалымсыз, неге сіз тақуалық жайында, Аллаға жақындау жайында бір кітап жазбадыңыз? Сөйтіп жазып берсеңіз, адамдар көп пайда алар еді, сіздің біліміңіз көп. Имам Мұхаммад рахматуллахи алейхи жауап берді, мен китабул буйу'ты жазғанмын, сол адамдарға тақуалықта сол жеткілікті. Сауда жайында кітап жазғанмын, адамдарға тақуалықта сол жеткілікті деген. Бұл дегені саудагерлер бүкіл бәрі бірдей тақуа болып кетті деген сөз емес, саудагерден басқалар тақуа емес деген сөз емес. Бұл сауданың ішінде харам, халалды ажырата білсе ол адам, сөйтіп харамнан сақтанатын болса, ол адам ең тақуа адам. Имам Мұхаммад рахматуллахи алейхи айтқан сөзі міне. Ол неге, қалай, бұлайша, өткенде, бұлай еді, жол іздеудің керек жоқ оған. Жол іздеу деген Құранда Алла Тағала айтады: "Уәлә таттабиу хутуати шайтан." Шайтанның іздеріне ілеспеңдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды біз білеміз қандай бір дәрежеге жеткізді иманда.
оларға қашан бір нәрсе харам десе, сол жерде тоқтайтын олар. Сұрақ қойылмайтын, неге, қалай, қашан, не үшін. Қашан бір нәрсе фарыз, Алланың бұйрығы десе, олар тікелей сол нәрсені атқаратын. Сұрақ қойылмайтын ол жерде. Иманның жоғарғы дәрежесі осы нәрселер, бауырлар. Сахабалар радиаллаху анхум бір-біріне өсиет еткен кезде осындай сабырлықты өсиет етеді деп келеді. Уатавасау бил хаққи, уатавасау бис сабр. Бір-біріне хақиқатты өсиет етеді, және де бір-біріне сабырлық өсиет етеді. Сабырлық деген тек қана ашуланба ғана емес, сабырлық деген харамнан да тыйылу сабырлығы. Өзің нәпсіңді ұстай білу, бұл да сабырлық. Жай ғана базарға барып қалды. Базарға барып бір нәрсені сатып алатқан кезде сатушы қателесіп, сдача беріп жатқан кезде артығымен беріп қойды. Оны білмей қалды. Оны сен ғана білдің, Алла ғана білді. Егер де сен сол алып кеткен артық ақшаңды сен өзіңе қажеттілігін қолданып жіберсең, ана адамға апарып қайтарып бермесең, харам жеген боласың. Ол ақшамен сен байып кетпейсің де, тіпті сен байып кетсең де ол ақшамен. Ол саған жақсылыққа бұйырмайды ол. Осы өмірде жақсылыққа бұйырмайды, Алланың алдына барған кезде жақсылыққа бұйырмайды. Кейбір адамдар қуанып жатады, Алла берді дейді. Алла берді сені сынау үшін, сен иманын тексеру үшін. Не істейсің? Сауап қылып берген жоқ саған. Сынау үшін берді Алла Тағала. Құранда Алла Тағала уайлул лил мутаффифин. Таразыдан ұрлайтын. Өзіне алса толығымен дұрыстап есептеп алады. Біреуге беретін болса таразымен өлшеп, соны кемістіп, азырақ қылып, өзіне 1-2 грамм болсын алып қалу үшін сөйтіп өлшеп беретін. Оларға өкініш болсын деп жатыр Құранда Алла Тағала. Егер бір адам айтса, саған өкініш болып кетсін десе, көңіл бұрмай қойсаңыз да болады. Егер ол үлкен адам болса, әкеңіз болса, шешеңіз болса, онда кішкене ойланып қаласыз, маған ренжіп қалды. Алла сізді жаратқан. Сіз ертең соның алдына баратын, әлемнің патшасы болған, қожайыны болған, бүкіл әлемде өзінің ғана бұйрығын жүргізетін Алла өкініш болсын деп жатыр. Ол қандай өкініш болады енді? Ол не өкініш болады енді? Бұл жай ғана нәрсе болып кеткен қазіргі уақытта таразыдан жеу. Бірақ Алла Тағала ол адамға өкініш болсын деп жатыр. Ол өкініш деген ол қарғыс ол. Сол 100 грамм, 200 граммнан ол байып кетпейді, бірақ Алла Тағаланың алдында ол адам өте бір жаман күнәға түсті. Одан кейін ғұламалардың тағы бір айтқан сөзі, бос уақыт адамға қорқынышты сәттер. Бос уақыт. Адам бірдемеге үлгермей жүрсе, оның күнәға баруға уақыты болмай жүрсе, бұл жақсы. Бос қалып қалса, енді қорқынышты сәт келді бұған. Бос, қыларға іс жоқ. Намаз оқып бітті, қылардың бәрін бітті, енді бос отыр. Енді күнәға баратын сәт келді енді. Сондықтан ғұламалар айтқан, бос уақытын қалатын болса, бос уақытыңды бірдеме нәрсеге жұмса, харамға кетіп қалмау үшін. Енді бір адам харам нәрселер болып қалған болса, қандай жол бар ол адамға? Әрине, ол адамға тәуба бар. Адамның тәубасы қабыл болады кеңірдегінен жаны қырылдап шыққанға дейін, екіншісі күн батыстан шыққанға дейін. Егер біздің өмірімізде бір харам істер болып қалған болса, қате кемшілік күнә істер болып қалған болса, әлі де кеш емес. Осы 2 сәт келгенге дейін тәубе ететін біздің мүмкіншілігіміз бар. Тәубе ететін болсақ, иншаалла, Алла Тағала тәубені бекер қалдырмайды. Біз осы қылған тәубелерімізбен болып кеткен қате кемшілік харамдарын бәрін жуып шайдырып алсақ болды Алланың алдында. Тәуба қылу бұл осы біздің өмірімізде болып кеткен қателік істерді жуып шаюға болған мүмкіншілік, бұл Алланың бізге берген жақсылығы. Және бұл харамдардан сақтанумен біз жаңа айтып өткендей, біздің осы елімізде, қоғамымызда оңалатын болады, түзелетін болады. Біздің отбасымыз, бала-шағаларымыз да дұрыс жөнге келетін болады. Дұрыс тәрбиеге келіп, бала-шағаларымыз да харамнан аман болатын болады. Кішкентайынан бала-шағаларымызды халалмен ризықтандыратын болсақ, олардың жүректері таза болады. Құранды да жүрегіне сақтауға, Алланың шариатын жүректеріне сақтауға оларға жеңіл болады. Жүрек хараммен толып тұрған болса, ол жүрек жыртқыштың жүрегіне айналып кетеді ертең.
не Құран әсер бермейді, не хадис әсер бермейді, не уағыз әсер бермейді, жүрек қозғалып та қоймайды, хараммен толып тұрған болса, ол жыртқыштың жүрегіне айналып кетеді. Біз өзіміз айтамыз: «Уәла хаула уәла қувата илля билля». Алла тағалаға бас июде де Алланың күші бар, харамнан сақтануда да Алла тағаланың күші бар. Сондықтан егер де біз сондай бір істерден сақтанамыз десек, ең бірінші біз тәубе етіп дұға қылуымыз керек. Алдағы уақытта бізді сондай бір қате істерден сақта, өмірімізді харам нәрселерден сақта, өміріміз сен риза болатын амалдармен өтуімізді нәсіп етті. Және бір-бірімізге дұға ететін болсақ, мұсылман бір мұсылманға дұға ететін болса, Алла тағала бірінші өзіне береді. Алла тағала баршамыздың осы айтылған сөздерге амал істеуімізді нәсіп еткен болсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар